Бір күні кеште отбасылық жұп қалаға барып, кеш өткізіп қайтуды ойлайды. Олар өзінің ұл мен қызына қарайтын таныс қызға хабарласады. Таныс қызы келгенше, оның ұл мен қызы бөлмесінде ұйықтап жатады. Ол қызға түні бойы үйде болып, ұл мен қызға ештеңе болмауын қадағалау керек болатын. Біраз уақыт өткеннен кейін зеріккен қыз теледидар көрмекші болады. Бірақ кабельдік теледидар қонақ бөлмеде болған жоқ еді. Себебі ол үйдің ата-анасы ол қыздарының теледидардан беретін жаман нәрселерді көргенін қаламады. Қыз сол үйдің ата-аналарына хабарласып, олардың жатын бөлмесіндегі теледидарды көруден рұқсат сұрайды. Олар қызға рұқсат береді. Қыздың тағы да бір сұранысы болады. Ол жатын бөлме терезесіндегі періште мүсінінің бетін бір нәрсемен жауып қоюға, ең болмағанда терезедегі пердемен жауып қоюды сұрайды. Себебі ол мүсін ол қызға қорқынышты болып көрінді. Телефон тұтқасында 10-15 секунд тыныштық орын алады. Бір сәтте сол үйдің отағасы телефонға қарай айқайлап айтады: Есікті жап, терезені жап. Біздің үйде ешқандай да мүсін жоқ. Балдардың қасына бар. Неге полицияға хабар берем? деп айтқалы жатқанда телефон тұтқасында айқай мен тарсыл-дүрсіл дыбыстар естіледі. Қатты шошынған ұл мен қыздың ата-анасы дереу үйге қарай бет алып, полицияға хабар береді. Олар үйіне жақындаған бетте полиция тергеушілері мен офицерлері күтіп алып, үйге кірмеуін өтінеді. Себебі үйдің іші қанға толған, бірақ мәйіт жоқ. Ұл мен қыздың ата-анасы еңіреген күйде қалады. Олар үйдің сыртында, я болмаса үйдің ішінен періштенің мүсінін көрмеді ме деп сұрайды. Полиция дереу іздестіру жұмыстарын жүргізеді, бірақ олар ол мүсінді таппайды.